Чағла Доғанның берген уәдесіне сеніп қалғанына қатты өкінеді. Ал Тахир болса Йылмазды менсінбей, Мелекпен ажырасуын талап етеді. Осы кезде Гүлшан Мелек үшін қатты алаңдап, оған бірнеше рет қоңырау шалады. Бірақ Мелек телефон тұтқасын көтермейді. Анасы Гүлшанға Мелекке алтындарын бергенін және Генжомен бірге кетуіне рұқсат бергенін айтады. Генжо мен Мелектің алдынан Бихрам шығады. Генжо оған Бихрамның көмектесетінін айтып, құжаттары дайын болғанша екеуі қауіпсіз жерге орналасады. Ал Доған Чағланы ойлап, қатты қиналады. Ол өзінің ескі досы Хасанға хабарласып, Чағланы қайтадан өзіне қалай жақындатуға болатынын білмей жүргенін айтады. Хасан досын түсініп, алғашқы ұшақпен Доғанға келетінін жеткізеді. Кейін Доған Чағлаға әкесімен татуласқанын айтуға мәжбүр болады. Мұны естіген Чағла қатты ашуланып, жағдайды қабылдай алмайды. Ол енді Доғанды көргісі келмейтінін айтып кетіп қалады. Доған болса Чағланы қимай, іштей қатты қайғырады. Кейін ол мешітке барып намаз оқиды. Мешіттен шыққан кезде көлігінің жанынан биікке қойылған тасқа көзі түседі. Таста Ханчжоулы деп жазылғанын көреді. Сол сәтте оның телефонына аудио хабарлама келеді. Хабарламада алдағы 24 сағат ішінде Ханчжоулы әулетінің бір мүшесі қайтыс болатыны ескертіледі. Доған қатты алаңдап, жақындарына қоңырау шалады. Бірақ ешкім телефонға жауап бермейді. Өйткені бұл уақытта олар үйден тыс жерде жүрген еді. Ал олардың әрқайсысын Шемшектің адамдары аңдып жүреді. Осы уақытта Чағла әпкесі Махинурдан көп жыл бұрын Синаннан жүкті болғанын, және сол баланы Ханчжоулылар алып қойды ма деп сұрайды. Бірақ Махинур бұл сұраққа жауап бермей, жуынатын бөлмеге кіріп кетеді. Ал Мелек таңертең оянғанда Бихрамның бір адаммен сөйлесіп тұрғанын естіп қалады. Бихрам Махинурдың баласын тапқаннан кейін Мелекті Шемшекке беретінін айтады. Мелек естігенін бірден Генжоға жеткізеді. Генжо Бихрамнан шындықты сұрағанда өзінің алданғанын түсінеді. Бихрам Мелекті қолға түсіру үшін осының бәрін әдейі ұйымдастырғанын мойындайды. Генжо қатты ашуланып, оған қарсы шығуға тырысқанымен, Бихрам оны тыңдамайды. Осы уақытта Доған үйіне келіп, әкесіне Шемшектің олардан кек алатынын айтады. Тахир болса өзіне сенімді екенін айтып, Шемшектің ешкімге зиян тигізе алмайтынын жеткізеді. Доған ата-анасынан Мелектің қайда екенін сұрайды. Анасы шыдамай, Мелектің Генжомен қашып кеткенін айтып қояды. Доған әкесіне ашулануға уақыт жоқ екенін айтып, Мелекті іздеп табуды айтады. Ал Чағла Махинурдың қобдишасын алып, оның ішінде көп жыл бойы жасырылған құпияларды оқиды. Сол арқылы Махинурдың кезінде Тахирден қорлық көргенін біледі. Көп ұзамай Ханчжоулылардың үйіне Доғанның Измирден келген ескі досы Хасан келеді. Доған оны отбасымен таныстырады. Кейін Хасан екеуі Мелекті іздеуге кіріседі. Доған Генжоны іздеп, оның тұратын ауданына барады. Сол жерде алдынан Чағла шығады. Чағла Доғанның сатқындығын бетіне басып, оған ренішін білдіреді. Олар Генжоның үйіне кіргенде, оның қол-аяғы байланғанын көреді. Генжо оған Мелекті Бихрамның алып кеткенін айтып, оны орман жақтағы үйде жасыруы мүмкін екенін айтады. Гүлшан қатты алаңдап, Доғанға хабарласады. Ол Шемшек туралы білетінін айтып, ағасын үйге шақырады. Гүлшан Доғанға Шемшекпен бір жыл бойы хат арқылы сөйлесіп келгенін айтады. Сондай-ақ Шемшектің Мелекті қорқытып, оны өзіне қол жұмсауға дейін жеткізгенін айтып береді. Осы кезде Доған мен Синанға Мелектің қайда екені туралы екі түрлі хабарлама келеді. Доған екі мекенжайды да тексеру үшін екіге бөлінеді. Өзі Синанмен бірге сол мекенжайға барады, ал Тахирді Хасанмен бірге екінші мекенжайға жібереді. Ал Чағла мен Генжо Махинурдың көп жыл бұрын босануына қатысқан Айша есімді акушерді тауып алады. Олар одан Махинурдың баласы туралы сұрайды. Айша баланың тірі туғанын мойындайды. Бірақ оның кімге бергенін нақты білмейтінін айтады. Осы уақытта Бихрам Мелекті қорқытып Тахирді атып өлтіруді бұйырады. Мелек амалсыздан оның айтқанына көнеді. Тахир мен Хасан көрсетілген мекенжайға келеді. Орман ішінен өтіп бара жатқанда Тахир бұл жерді білетінін есіне түсіреді. 30 жыл бұрын дәл осы жерде Мехмет пен оның көңілдесі Шечекке қатысты қайғылы оқиға болған еді. Сол кезде Тахир Шечекке Мехметті атып өлтірмесе баласын өлтіремін деп қорқытқан. Алайда Шечек сүйіктісін өлтіре алмағандықтан Тахир екеуінде өзі атып тастайды. Кейін қылмысын жасыру үшін олардың қолына қаруды ұстатып, бір-бірін өлтірген деп көрсетеді.
Ал олардың баласы осы жағдайдың бәрін көріп, Тахирдан қашып кетеді. Осы оқиғаны есіне түсірген Тахир әлгі баланы шемшектің кек алу тұзағы деп ойлайды. Тахир дереу Доғанға хабарламақ болады. Сол сәтте мелектің құтқарыңдар деген даусы шығады. Хасан мелекті құтқаруға кетеді. Ал Бихрамның адамдары Тахирге қаруын бағыттайды. Доған дер кезінде келіп, әкесін құтқарып, Хасанды іздеуге кетеді. Ал Тахир мелектің сол жерде екенін көреді. Мелек әкесіне қару кезеп, 30 жыл бұрын осы жерде жазықсыз 2 адамды атып өлтіргенін, егер Тахирді өлтірмесе, жақындарына қауіп төнетінін айтады. Тахир қызына қарап, отбасына нашар әке болғанын мойындайды. Ал Бихрам болса мелекті сырттай бақылап тұрады. Мелектің Тахирді өлтіре алмайтынын түсінген соң, Тахирді өзі атып тастамақ болады. Екі жақ арасында атыс басталады. Доған дер кезінде келіп, мелекпен әкесін құтқарып қалады. Ақырында Бихрам адамдарына атысты тоқтатуды бұйырып қашып кетеді. Осы кезде Чағла мен Генджо мелекті іздеп келеді. Чағла Доғанға маңызды шындықты айтады. Махинурдың баласын Тахир күштеп тартып алғанын және Тахирдан сол баланың қайда екенін сұрайды.